Көрермендер, бұл қазақша кино шоу арнасы арнаға жазылып, пікір қалдырыңыздар, белсенді болыңыздар және достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Біз бүгін танымал «Мышь» драмасына тоқталамыз. «Мышь» бұл танымал оңтүстік кореялық триллер жанрындағы дорама. Дорама 2021 жылы шыққан және адам психологиясы мен қылмыстық тергеуді тақырыпқа алады. Сюжет генетикалық өзгерістер мен психопатиялық себебін зерттейді. «Мышь» дорамасының сюжеті күрделі және шиеленіске толы. Негізгі оқиға адамдардың психопатияға генетикалық бейімділігін анықтауға мүмкіндік беретін медициналық технологиялар дамыған әлемде өрбиді. Сюжет желісі бір кездері әлемді дүр сілкіндірген сериялы қылмыскердің қаныпезер қылмыстарынан кейін ғалымдар психопатиялық мінез-құлықты генетикалық сынақтар арқылы алдын ала анықтау мүмкіндігін табады. Басты кейіпкер Чон Барым қарапайым әрі әділ полиция қызметкері. Ол қылмыскердің тергеуін жүргізе отырып, бірнеше қатыгез және жан түршігерлік қылмыскерлермен бетпе-бет келеді. Жаңа қылмыскердің әрекеттері елдегі жұртшылықты үрейде ұстайды. Тергеу барысында Чон Барымның өз өмірде күрделі сұрақтармен бетпе-бет келеді. Өзі сенген дүниелердің шынайы мәні қандай? Адамгершілік пен әділеттілік ұғымдары қайда деген сұрақтарды жауап іздейді. Сюжет барысында басты кейіпкердің өзі мен оның айналасындағылардың өткен өмірі, психологиялық жай-күйі және қоғамның өзі жайлы сұрақтар туындайды. Психологиялық шиеленістер, шок тудыратын ашулар, күтпеген бұрылыстар бұл дораманың негізгі ерекшеліктері болып табылады. «Мышь», яғни адам табиғатының тереңін зерттеп, генетика, моральдық таңдау және тағдыр туралы сұрақтарды көтереді. Егер фильм ұнаса, көріңіздер.